ер адам көбінесе жаңағы ойлайды, жаңағы менде жыныстық қатынасқа түсемін, сұйықтық шығады, значит бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ уақыт өте келе жолдасыңыз спермограмма тапсырдым осы уақытқа дейін. Жоқ, тапсырған жоқ. Ұрықты тапсырды, ертеңгісін келді, ертеңгісі мен қарағаннан кейін ұрық бар, бірақ шықпай тұр. Оны жаңағы белгілі бір биопсия арқылы шығарып алуға болады. Неопущение яичек деген бар. Ол дер кезінде уақытысын алып, сол кішкентай кезінде түсіру керек. Бұл жерде тек мужской фактор болғаннан кейін, бұл жерде тек экоғымен ғана бала сүйе алатын жұп бұл. Вообще үйленер алдында ер кісі ең болмаса бір рет келіп спермограмма тапсыру дұрыс. Ұрық бар болса, оны алып қатырып, кейін эко бағдарламасына жүгіну, ұрық жоқ болса, ұрық табылмаса, ол жерде болды, нүкте қойылды. Значит, ол кісіде ешқашан ұрық шықпайды деген сөз. Значит, ол уже бедеу деген сөз. Біз оған эко с донорской спермой деген қағаз жазып береміз. Уже донорлықты алады олар. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы және оның авторы Шырақ Байназар. Бүгін бізде қонақта уролог, андролог Арман мырза. Сіз өзіңіз эко орталықта жасайсыз ғой, яғни жасанды түрде баланы ұрықтандыру орталығында жасайсыз ғой. Сізге келген ер адамдар болды ма? Мысалы, кезінде осы жыныстық инфекцияларын емдемеген, білмеген, одан кейін енді үйленіп бала жоспарлаған кезде жылдар бойы бала болмаған, ал тексеріле келе осы инфекциялардың әсері. Ондай мысалдар көп. Бізде көбінесе қалай жаңағы баланы жоспарлар алдында бірінші бізде әйел кісі емделеді. Үйленгеннен кейін жаңағы бір ай болмас бұрын бірден гинекологқа барады, женская консультация дейді, кабинетке барады, тексеріледі, мазок тапсырады, жаңағы гормон тапсырады, УЗИ өтеді. Сол бәрі жақсы. Бірақ ер адам көбінесе жаңағы ойлайды, жаңағы менде жыныстық қатынасқа түсемін, сұйықтық шығады, значит бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ уақыт өте келе, уже 1 жыл болады үйленгендеріне, 2 жыл болады үйленгендеріне, 3 жыл болады үйленгендеріне. Кейбіреулері бар 5 жыл болады, кейбіреулері бар 10 жыл болады үйленгенде. Бірақ ол уақытта еркек әлі ұрық тапсырмаған күндерде болды. Бір күні мысалға айтайық, 5 жыл болды үйленгендеріне, 5 жыл бойы келіншегі вроде бәрі емделді, дәрігерлер оған жақсы деді, бала көтеру мүмкіндігі жоғары деді. Содан жаңағы айтты, давайте, жақын жолдасыңыз спермограмма тапсырдым осы уақытқа дейін. Жоқ, тапсырған жоқ. Тогда мына направление, ұрығын тапсырсын, ұрығын тапсырғаннан кейін андролог дәрігерге барып көрінсін деп. Ұрықты тапсырды, ертеңгісін келді, ертеңгісі мен қарағаннан кейін ол жерде азоспермия дейді. Азоспермия ұрық жоқ. Сұйықтық бар, бірақ сұйықтықта ұрық жоқ. 5 жыл болды. Одан кейін маған келеді. Маған келгеннен бүгін жаңағы несін қарайын, осмотр дейді ғой. Бәрі жақсы, жұмыртқаның көлемі бәрі жақсы, ешқандай ауытқу жоқ. Одан кейін біз оны қан анализіне жібереміз, гормонға. Өйткені бұл жерде бізде гормональный фонды қарау керек. Азоспермияның осы 2 түрі бар. Біріншілікті немесе екіншілікті. Уже біріншілікті қараудан кезінде уже белгілі болады. Біріншілікті азоспермия болатын болса, жұмыртқаның көлемі кішкентай, тип конституция дейді ғой, дене бітімі ұзын болуы мүмкін, қолы ұзын болуы мүмкін, туловище ұзын, синдром хромосомдық патологияларды жоқ қылуымыз керек. Оған анализ береміз. Ол кариотип деп аталады. Адамда 23 хромосома бар, парный. Сол жаңа бұзылмау керек. 23 хромосома XY, 46 XY болса, это мужской кариотип. Хромосом патология жоқ. Әйел кісілерде 23XX дейді. Ол жаңа женский кариотип. Соған жібереміз, гормонға жібереміз, УЗИге жібереміз, мошонканың. И тағы да екінші рет спермограммаға жібереміз. Жалпы адам өткен біз бір спермограммадан айта алмаймыз, ой, сен мынандайсың, сен мынандайсың. 2 спермограмманы алып, егер спермограмма дәл бірдей көрсететін болса, азоспермия, тогда уже айтамыз. Ертеңгісі екінші спермограмма тапсырғаннан кейін бізде қан анализі дайын болады. Примерно біз біліп отырамыз, бұл кісіде қандай біріншілікті
бедеулік па, екіншілікті бедеулік па. Оны қалай түсінсек болады, біріншілікті, екіншілікті? Ол гормон, ФСГ деген бар, фолликулостимулирующий гормон. Ол әйел кісілерде бар, ер кісілерде бар. Ол фолликулостимулирующий гормон именно ұрықтың шығуына жауапты гормон. Оның көрсеткіші қалыпты жағдайда болса, значит, бізде ұрық шығарады деген сөз. Значит, канал бітеліп тұрған деген сөз, ол кісіге біз каналды ашатын операция жасауымыз керек, немесе биопсия жасап, ұрықты шығарып, эко бағдарламасына беруіміз керек. Жалпы ұрық бар, бірақ шықпай тұр. Оны жаңағы белгілі бір биопсия арқылы шығарып алуға болады. Ал екінші деңгейі ол мүлдем жоқ. Екіншілікті деңгей ол жаңағы аталық без жұмыртқа дейміз, көлемі кішкентай. Басынан жаңа тула пайда болған уже недостаточность дейді ғой, гормональный. Сол кезде дұрыс дамымай алған адам, ер бала, әйел, қыз бала болса 13-14 жаста жаңағы не болады, переходный возраст. Переходный возраст болған кезде сол кезде гормональды жетіспеушілік болады. Сол үшін айтамыз, кішкентай кезде кішкентай балалар урологына көрсетіледі. Жұмыртқасын қараңыз, өйткені бала туылған кезде мошонка дейді ғой, мошонкада жұмыртқаның орны сол жер. Түсу керек сол жерге. Егер ол уақытысында түсіп не алмаса, крипторхизм бар, неопущение яичек деген бар. Ол дер кезіне уақытысына алып, сол кішкентай кезіне түсіру керек орнына. Егер ол орнына түспесе, кейін жұмыртқа дамымай қалады, басқа ол бедеуліктің бірден бір несі, белгісі. Көбісі. Вот сондай. Көбісі кішкентай кезінен басталады ғой. Кішкентай кезінде басталған дәрігерге қаралу керек. Ата-анасы әрдайым жаңағы бала 18 жасқа толғам дегенше, мектеп жасында дейміз ғой енді. Сол кезде ата-ана өз баласына негізі қамқоршысы. Сол үшін апарып дәрігерге көрсету керек, оманы көру керек. Оманың ішінде жұмыртқа орында ма, тұрған орында емес пе. Өйткені неге жұмыртқа әйел кісілерді қарасаңыз, әйелдердің жұмыртқалары ішінде. Ер адамдардікі ол сыртында. Өйткені ол ыстықты жақсы көрмейді. Егер біздің дененің температурасы 36 болса, орташа, омадағы температура 2-3 градус төмен болады. Сол үшін табиғатынан сыртқа қарай шығарып тастаған оның бәрін. Ал ондай диагноздары бар, туыла түспеген омаға. Оны крипторхизм дейді. Односторонний, двухсторонний крипторхизм. Сол уақыт өте келе, егер өзінің уақытысы бар, егер бір 5 жасқа дейін, 3 жасқа дейін түспесе, алып операциямен түсіру керек. Демек, ер адамды тәрбиелеп отырған ата-ана ескеретін жайт, ол жаңағы 5 жасқа дейін урологқа балалы туа салып бірден апару керек. Жыл сайын апарып тұру керек. Жыл сайын апарып тұру керек. И содан уже белгілі болады. Сіздің пациентіңізге келіп оралсақ, жаңағы 5 жыл бойы ешқандай тексерілмеген, сізге келген бетте не белгілі болды және әрі қарай қалай болды? Бұл жерде уже 5 жыл бойы тектен ем алды келіншегі. Ол тектен жаңағы 5 жыл баланы жоспарлады, 5 жыл емдегенін білмейміз, бірақ емделдім дейді. Ал соңына келгенде 5 жылдан кейін азоспирин, бұл жерде мужской фактор. Бұл жерде тек мужской фактор болғаннан кейін, бұл жерде тек экоғымен ғана бала сүйе алатын жұп бұл. Егер үйленгеннен кейін бірден, бұл жерде просто айтып өтетінім, баланы вообще үйленер алдында ер кісі ең болмаса бір рет келіп спермограмма тапсыру дұрыс. Спермограмма примерно уже дәрігерге көрсеткеннен кейін уже айтады. Примерно қалай, активность бар ма, жоқ па, количество қанша, морфология баланы жоспарлауға бола ма, төмен ба, орташа ма, жоғары ма. Сол көрсеткіштерін бәрін айтып береді. Ал егер о бастан жоқ деп, 0 деп берсе, уже үйленгеннен кейін бірден әрекет жасайды ғой баланы сүюдің. Ал жаңағы 5 жыл уақыттар кетіп қалды. Кейбіреулерінде 10 жыл кетеді, кейбіреулерінде 15 жыл кетеді. Вторичное бесплодие, ол кезде жұмыртқаның көлемі жақсы, гормональный көрсеткіштері жақсы. Бұл жерде биопсия жасағаннан кейін эко бағдарламасына ұрықталып, екеуін ұрықтандырғаннан кейін эко бағдарламасына жүгінген дұрыс. Ал екінші жағдайда ол жаңа біріншілікті бедеулік дейді, азоспермия. Бұл жерде жұмыртқаның көлемі кішкентай, гормональный көрсеткіштері жоғары болады. Бұл жерде ұрықты табу мүмкіндігі өте төмен. Жаңа өзі айтып тұр ғой, біріншілікті бесплодие, значит жұмыртқаның өзі ұрықты бөлмейді деген сөз. Сол үшін жаңа біз бұл жағдайда біз микротеза деген әдіс бар.
микроскоп арқылы семенный канальца бар, ұрық шығаратын түтікшелер бар, соны іздеп қарап отырамыз. Канальца, толған канальцарды именно алып отырамыз. Пустой жерге біз солмен айналысамыз. Қалай тағы айтып өтіңізші, сонда мысалы ер адам сперма тапсырады. Иә. Сіз оны бір арнайы құрылғы арқылы қарап отырып іздейсіз ба, қалай? Иә. Микроскоп бар ғой, стационарный микроскоп бар. Сол микроскоп арқылы ол сперманы өткізіп? Сперманы өткізбейміз. Бұл жерде микроскоп арқылы микроскоптың өзінің ұлғайтуы бар. 5-ке дейін ұлғаяды, 10-ға дейін ұлғаяды, 16. Мен 16-25 үлкейткішпен жұмыс істеймін. Бинокль сияқты ғой. Егер біз қазір мен қарап отқан нәрсе болатын болса, осыны мен 16-15 еселеп, үлкейтіп, соны бетіп қарап, нені қарап отырамыз. Семенный канальца іздеп, содан ұрықты эмбриологияға жібереміз. Эмбриология жақтан олар уже одан да жоғары ұлғайтулармен қарап, ұрықтарды іздейді. Сол кезде ол қарайды, немесе ұрық бар, немесе ұрық жоқ. Бұл жерде екі жауап беріледі. Ұрық бар болса, оны алып қатырып, кейін эко бағдарламасына жүгіну, ұрық жоқ болса, ұрық табылмаса, ол жерде болды, нүкте қойылды. Значит, ол кісіде ешқашан ұрық шықпайды деген сөз. Значит, ол уже бедеу деген сөз. Тогда уже біз оған эко с донорской спермой деген қағаз жазып береміз. Уже донорлықты алады олар. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.